Алдамшы үміт деген бар. Оны Құранда ғурур дейді Алла Тағала. Ғурур. Алдамшы үміт деген нәрсе бар. Сосын шынайы үміт деген нәрсе бар. Сосын арман деген нәрсе бар. Біздің осы жәннетпен жәннетті сұрап жүргендегі күйіміз арман ба, алдамшы үміт па, шынайы үміт па? Осыны анықтау керек болып отырмыз. Егер де ол шынайы үміт болса, мүмкін емес ол адамның өзгермеуі. Егер ол алдамшы үміт болса, ол өзгермейді. Егер ол арман болса, ол өзгере алмайды. Соқтан осы нәрселерді біз анықтап алсақ, иншалла. Үміт. Үміттің өзі, егер шынайы үміт болса, бұл үміт сізді тілеп отқан нәрсеге қарай әрдайым итермелеп отырады екен. Ал сіздің үмітіңіз, мысалы жәннатты үміт еттіңіз. Алланың дидарын үміт ету деген ұғым бар Құранда. Алла Тағаланың дидарын үміт ететін болсаңыз, онда бұл үміт сізді бойұсынуға қарай итеріп отса, және бойұсынбаушылық, күнә, тілазарлық деген нәрседен тоқтатып отса,